Абрахам Линкольннің мына бір сөзі анықтап айтқым келеді. Сәлем досым, күнделікті өсуіңізге, дамуыңызға барынша септігін тигізетін, бос уақытыңызды пайдалы ақпараттармен толықтыратын менің Бай Қазақпын атты YouTube арнама қош келдіңіз. Егер еңбектеніп жасаған бейнем көңіліңізге ұнаса, онда лайк басып, өз пікіріңізді қалдырып, жақындарыңызбен бөлісіп жіберсеңіз, онда менің келесі жаңа бейне шығаруыма үлкен шабыт сыйладыңыз деген сөз. Рахмет. Күнделікті жаттығу уақытын 45 минут немесе 1 сағатқа көбейту сізге ешқандай қиыншылық туғызбайды. Ал керісінше, жаттығу залына барған бірінші күні жаттығу деген осы екен деп өліп отырып жаттықсаңыз, онда келесі күні арбадан қайтқан ат секілді жаттығу залына екінші аяқ баспай кетуіңіз әбден мүмкін. Сол үшін жоғарыдағы әдісті пайдаланып, сіз кез келген шаруаны ақырын-ақырын әдетіңізге айналдыру арқылы тез әрі тиімді етіп жасайсыз. Ал бұндай көп мақсатты біржолата бітіремін деу жұмыстарды тыңғылықсыз істеуге алып барады. Бұл дегеніміз оң құдық қазсаңыз да біреуінен де су шығара алмаған сияқты мысал. Сол үшін әрбір шаруаны жеке-жеке істегеніңіз абзал, тек рет-ретімен. Бейнеміздің басында айтқандай, кез келген шаруаны әдетке айналдыру, ал әдетке айналған шаруа сіздің уақытыңызды үнемдейді және күш-жігеріңізді қажет етпейді. Сондықтан әрбір жақсы әдеттің артында сізді жетістікке жетелейтін жолдар жататынын ұмытпаңыз.